Сәлем балалар, 8-ші сабақ, 15-ші бет Pupils Book Clear Math математикамен байланыстырылған сабақ. Exercise 1, бірінші атау Listen, point and repeat. Тыңда, көрсет және қайтала дейді. Яғни мұнда бізге сандар берілген, үлкен сандар. Сол сандарды біз айтып шығуымыз керек. 200, 200, 200. 300, 300, 300, 500, 500, 500, 900, 900, 900, және 1000 бұл 1000, 1000 болады екен. Яғни 100-ден кейінгі сандармен танысып шығып жатырмыз. Яғни 100-ден кейінгі сандарды 200, 300, 400 деген тура солай 400, 500 деп қазақ тілде қалай айтамыз? Ағылшын тілінде сондай 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 деген 1000 болады. Келесі екінші атау read and answer. Оқимыз және жауап береміз. Оқып бастамас бұрын мұнда берілген осындай леп белгісімен көрсетілген қорапшаға қарайық. 1 hour деген 1 сағат, бұл 60 минут. 1 сағатымыз тең болады 60 минутқа. Ал 1 минут, 1 minute equals 60 seconds. 1 минутымыз 60 секундқа тең. Яғни сол бойынша біз қазір есептейтін боламыз. Берик plays the guitar for 60 minutes every day. Берик әр күні гитараны 60 минут ойнайды дейді, әр күні. How many minutes does he play in a week? Бір аптада қанша минут ойнайды дейді. Яғни бір күнде 60 минут ойнаса, бір апта дегеніміз бұл 7 күн. 7-ні 60-ға көбейтеміз, сонда 420 шығады. Келесі, Qanat rides his bike for 2 hours every day. How many minutes does he ride his bike? Qanat әр күні велосипедін 2 сағат тебеді дейді. Ол велосипедін қанша минут тебеді дейді. Яғни 1 сағаттың ішінде 60 минут бар болса, 2 сағаттың ішінде 120 минут бар. Яғни 120 minutes. 3. Sanjar has a shower for 10 minutes every morning. Sanjar әр күні таңертең душты 10 минут қабылдайды дейді. How many minutes does he have a shower in a week? Бір аптаның ішінде қанша минут душ қабылдайды? Бір апта бұл бізде 7 күн, әр күні 10 минуттан қабылдаса, 70 минут болады. 70 minutes. Damir and his dad fish for 180 minutes every Sunday. Дамир мен оның әкесі жексенбі күні 180 минут бойы балық аулайды дейді. How many hours do they fish? Олар қанша сағат балық аулайды? 1 сағатта 60 минут бар болса, 180-ді 60-ға бөлеміз, яғни 3 сағат деген сөз. Келесі, Dana loves singing. Her favorite song lasts 100 seconds. How many minutes does her favorite song last? Дана ән айтқанды ұнатады дейді. Оның ең сүйікті әні 100 секунд дейді. Оның сүйікті әні қанша минут дейді. Яғни 1,6 минут. 1.6 minute деп жауап береді екен біз. Осылай бұл сабақтың тапсырмаларын аяқтадық. Достар, видео пайдалы болып жатқан болса, видеоны басқа да достарыңызбен бөлісіп кетіңіз. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Сау болыңыздар.